Бәріңе сәлем, бүгін мен сендерге Санктум фильмі туралы айтамын. Фильм 2011 жылы шыққан. Видеоны көрмей жатып, каналға подписаться етуді ұмытпа. Фильмнің басында бізге су астында тұрған бір сүңгуірді көрсетеді. Ол өліп қалғанға ұқсайды, бірақ көзін ашады. Папуа қаласы, Жаңа Гвинея, Карл Херли есімді үлкен бизнесмен су самолетінен түсіп келе жатады. Оны 17 жасар Джош Мангуайр күтіп алады. Карл Джошқа өзінің қызы Викторияны таныстырады. Виктория өте ақылды, мықты және альпинист қыз. Танысқаннан кейін үшеуі вертолет арқылы аралдың бір шетіндегі Эса ала үңгіріне қарай ұшады. Үңгірде сүңгуір Джоштың әкесі Фрэнк және оның командаластары Джуд, Уиллс, Джордж және Джеди бірнеше аптадан бері осы үңгірді зерттеп жатады. Үңгірдің қасында Карлдар қонған үлкен лагер бар. Лагердің жоғарғы жағында адам қозғалыстары өте көп және жиі дауыл тұрады. Джошқа әкесімен өте салмақты әңгіме болатынын ескертеді. Себебі ол қосымша баллондарды жеткізуде қателіктер жіберген. Джош Фрэнктің барлық жерді зерттеген және басқа іздейтін ештеңе жоқ екенін айтады. Алайда Фрэнк компьютер көрсеткен картадан тағы да басқа шығатын жер бар екенін сезетінін айтады. Виктория компьютердің үңгірдің 3D моделін көрсетеді. Ол өте үлкен, 15 спелеолог пен 50 жүк тиегіштер 5 апта бойы 2 километр тереңдікті зерттеген. Қазіргі мақсат үңгірдің теңізге баратын жолды табу. Карл үңгірді үлкен инвестициялық жоба ретінде көреді және ол жаққа байлардың көңілін аударғысы келеді. Видео қоңырау арқылы ол Фрэнкпен сөйлесіп жатады және оларды әлі бір жерді қазып жүрсіңдер деп айыптайды. Карл оған барлық техникамен жабдықтағанын айтады және кішкене демалу үшін төменге бір бөтелке текила апаруға уәде береді. Фрэнк байланыс орталығына Джошты шақыртады. Джош әкесінің қорлануына шыдамай телефонды қойып жібереді. Ертеңіне Джош пен Виктория арқан арқылы, ал Карл парашют арқылы үңгірге қарай түседі. Джуд пен Фрэнк команданы күткісі келмей өздері жол іздеуге сүңгіп кетеді. Жолда олар арнайы камерада отырған тағы бір сүңгуір Уиллсті көреді. Ол да бәрі жақсы. Үшеуі ары төменге түсе береді. Жол жүрген сайын тарылып ең төменгі нүктеге қарай түсе бастайды. Бұлар лагерден қатты алыстай бастайды. Жол жөнекей Джош әкесінің қазіргі айналысып жатқан ісі ұнамайтынын айтады. Фрэнк болса бұл өте маңызды деп мәжбүрлейді. Карл мен Викторияларды Джошты түсінбейді және Фрэнкті өте мықты су маманы деп мақтайды. Фрэнк бір жердің біртүрлі қозғалып жатқанын көрсетеді. Ол жерде құмнан тастан тазартып тағы да ары қарай жүзуге болады дейді. Оларды камера арқылы бақылап отырған Джордж бен Джейди ол жерден өте тар болған үшін өте алмадық дейді. Бірақ Фрэнк оларды тыңдамайды. Сол кезде Джудтың ауа жұтқыш баллоны тіреліп, ол паника бола бастайды. Кейін шлангыны тартып алып, қайтадан өз-өзіне келеді. Жолдың басқа жағынан олар су толған үлкен үңгір көреді. Одан көпіршіктер жоғары жаққа көтеріліп жатыр. Командаластар бір-бірін құттықтай бастайды. Себебі олар бәрін зерттеп тастадық деген. Бірақ олар жаңа жер табады. Қайтар жолда Фрэнк Джудтың шлангысына зақым келіп, одан көпіршік ауалар шығып жатқанын көреді. Проблема одан әр шиеленісіп шланга жыртылып кетеді. Джуд қайтадан паникаға салынады. Джудтың маскасы ішінен тола бастайды. Фрэнк өзінікін шешіп беріп, олар алма-кезек демала бастайды. Басында бәрі жақсы болды, бірақ Джуд қайтадан қорқып, енді масканы шешкісі келмейді. Фрэнк тартып алуға мәжбүр болады. Джуд суға тұншығып сосын өледі. Фрэнк оның денесін декомпрессиялық камераға алып келеді. Достар, сіздерге Чимбаев каналын ұсынамын. Өйткені ол жас балдарға арнап спорт дене шынықтыру видеоларын түсіреді. Каналына подписаться етіп, видеоларына киношолудан келдім деп жаза кетіңіздер. Барлық команда болған жағдайды уайымдай бастайды. Джош болған жағдайға әкесін кінәлайды. Команда оны сабырға шақырып, әкесінің жоқ жерден жол тапқан үшін ерлік жасағанын айтып мақтайды. Төменнен көтерілген Фрэнк жер үстіне шығуы керек болады, бірақ дауылдың кесірінен жоғарыдағы лагермен байланыс болмайды. Фрэнк Джошпен оңаша қалады және оған қосымша баллондарды дұрыс әкелмегені үшін осылай болғанын айтады. Джордж, Лис және Джиди орталық деңгейге көтеріле бастайды. Бір кезде жолдардың біреуінен дауылдың кесірінен су аға бастайды. Оларға жоғары жақпен байланысып болған жағдайды ескертеді. Олар дауылдың күшейіп жатқанын айтады, бірақ олар төменде қалған Джордж, Фрэнк, Карл және Викториямен байланыс алмайды. Ағып жатқан судан Лис пен Джиди төменге құлап кете жаздайды, бірақ ақыры жоғарыға көтеріледі. Джош жанындағыларға төменде қалып қойғандарға көмек беруіміз керек десе, олар жоғарыға көтеріліп құтқару операциясын ұйымдастыруымыз керек дейді. Төменде қалғандар қашып үлгере алмайды. Өйткені Карл ешкімге ескертпестен су астына жүзіп кеткен екен. Одан кейін шығар жолдан қатты суаға бастайды. Олар енді ол жақтан шыға алмаймыз дейді. Бірақ оларға Джош пен Лук қайтып келіп арқаны лақтырады. Солай Виктория жоғарға көтеріле бастайды.
Шығуға кішкене қалғанда арқан байлаған тас босап кетіп, Джош пен Виктория төменге қарай құлайды. Ал тас болса Лукқа соғылып жолды жауып тастайды. Луктың өлі я тірі немесе есінен танып қалды ма, олар білмейді. Оның үстіне су тола бастайды. Шығар жол жабық, ал үңгір болса суға толып жатыр. Команда бір ауыздан жаңадан тапқан жол арқылы шығуға шешім қабылдайды. Солай құтыламыз, тым болмаса ауа бар, жаңа үңгірде отыра тұрамыз дейді. Фрэнк Джудтағы гидрокостюмді шешіп, Викторияға кигізгісі келеді. Ал ол болса сүңгуір еместігін және дұрыс жүзе алмайтындығын айтады. Оған қоса өлген адамның костюмін кигісі келмейді. Ал Лук тірі екен, түрінен түр қалмаған және сүйектері сынған. Фрэнк оған соңғы мейірімін көрсетіп, оны суға батырып жібереді. Команда үңгірмен жүзе бастайды. Викторияға гидрокостюмсіз өте суық және дұрыста демала алмайды. Соған қарамастан команда жаймендеп жаңа үңгірге жүзіп жетеді. Викторияны Карлдың фольгасымен жылытуға тырысады, ал Джордж болса өзінің ауруымен ауыра бастайды. Фрэнк көмек күтудің керегі жоқ деп шығар жолдарды іздейді. Джордждың ауруы одан сайын қиындай түседі және топтың артында қала бастайды. Сосын ол жарықтардан тығылып, өлсе де ешкімді ұстап қалғысы келмейді. Оны ешкім таба алмай қалады. Олар жартасқа тап болады. Джош жолдың келесі бетіне өтіп арқан байлайды. Өту барысында Виктория тоңып қалғаны кесірінен саусағы жұмыс. Одан шашы альпинистік киімнің бауларына байланып ілініп қалады. Викторияның жанына қатты бата бастайды. Болмаған соң ол пышақпен шашын кесе бастайды. Сосын байқаусызда арқанды да кесіп алып төменге құлап өледі. Оның өліміне куә болып және оны жай ғана түсіндіріп отқан Фрэнк жайлы Карлдың ойы өзгере бастайды. Тағы бірнеше жол жүргеннен кейін Карл су асты костюмін киіп алып жалғыз өзі жүзіп кете қалады. Фрэнк костюмсіз оның ізінен қуады, бірақ жете алмайды. Ол қайтып Джошқа келеді. Әкесі мен баласы беріліп не істерлерін білмейді. Бір кезде Джош жарқанаттардың ұясын тауып алады. Олар жарқанаттың жүзе алмайтынын ескеріп тек ұшып шығады деп жоғарыға көтеріле бастайды. Жоғарыға көтерілгеннен кейін олар тағы да үңгірге кездеседі. Ол жақта жоғарыдан күннің сәулесі түсіп тұр екен. Үңгірдің ортасында екінші дүниежүзілік соғыстан қалған жапониялық танк жатыр. Танк құлап түскен тесік өте биікте, тіпті оған шығу мүмкін де емес. Олар қолдарына от шамжап қайтадан артқа қарай жүреді. Бірнеше уақыттан кейін олар Карлды тауып алады. Карл оларға ақталғысы келеді. Фрэнк Карлды елемей қояды. Бір кезде Карл Фрэнкке шабуыл жасайды. Джош келіп Карлды ұрып құлатып, оларды ажыратады. Бірақ Фрэнк қатты жарақаттанып қалған екен. Ол арқасы мен аяғын сындырып алған секілді. Өз-өзіне келген Карл барлық болған жағдайға Фрэнктігін әлейді. Кейін бәрін түсініп, суға қайта секіріп жүзіп кетеді. Фрэнк баласына соңғы өтінішін айтады. Оның жаны қатты ауырып жатады, сол үшін суға батырып жібереді. Соңғы баллонды алып Джош жол іздеп суға сүңгіп кетеді. Жолда ол Карлдың денесін көреді. Джоштың баллондағы ауасы таусылады. Сосын ол үңгірдің ұшындағы кішкене ауалармен демала бастайды. Ақыры есіне танады. Сосын бізге киноның басындағы кадрды тағы да көрсетеді. Балаға әкесінің бейнесі көрініп, оған кішкене күш жинап ары қарай жүзіп кетуің керек дейді. Ақыры Джош есін жинап жоғарыға жүзіп шығады. Теңіз жиегінен оны жергілікті халықтар құтқарып алады. Соңғы сөзінде Джош осыған дейін әкесін мүлде түсінбеген, тек осы үңгірден кейін ол әкесінің нағыз қаһарман екеніне көз жетеді. Достар, осы секілді қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде кездескенше.